Амансыздар ма балалар? Қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Массасы 2 кг дене 3 метр секунд жылдамдықпен қозғала отырып 1 метр секунд жылдамдықпен келе жатқан масса 8 кг денені қуып жетеді. Соқтығысуды сентілік деп есептеп, соқтығыстан кейінгі денелердің жылдамдықтарын серпімсіз, серпімді соқтығысулар үшін анықтаңдар. Енді алдымен балалар абсолютті серпімсіз денелер үшін жылдамдығын анықтайық. Абсолютті серпімсіз дене дегеніміз, егер денелер әсерлескенге массалары бірігіп бір жылдамдықпен қозғалатын болса, ондай денелерді абсолютті серпімсіз дене деп атаймыз. Яғни абсолютті серпімсіз дене үшін импульстың сақталу заңын жазайық. Е1 В1 бағыттас қуып жетті, сондықтан плюс болады. Е2 В2 тең болады, массалары бірігіп бір жылдамдықпен қозғалады. Ол жылдамдықты U деп белгілейік балар. Бұл бірінші теңдеу. Импульстың сақталу заңы абсолют серпімсіз дене үшін осы жерден U-ды өрнектеп шығара салайық. U тең болады. Е1 В1 қосу Е2 В2 Е1 плюс Е2. Осы жерден есептей салайық балар. U тең болады. Массасы 2 килограмм көбейтілген 3 метр секунд қосу 8 килограмм көйту 1 метр бөлінген секунд 10 килограмм екен қос салдық. Тең болады 6-ға 8 90 14 14 1,14 метр секунд болды. Яғни абсолютті серпімсіз үшін дененің жылдамдығы біріккен кезде жылдамдықтар 1,14 метр секунд болды. Бұл өте оңай болып кетті. Енді екінші жағдайды қарастырайық. Бұл абсолютті серпімсіз дене. Бұлар мына 3 сұлба салып қойдым. Бұл жер екеуі қуып жеткеннен кейін олар массалар бірікпейді, екі түрлі жылдамдықпен қозғалады. Осы абсолютті серпімсіз дене үшін импульстың сақталу заңын жазайық балар. Е1 В1 қосу Е2 В2 тең болады. Бірінші дененің жылдамдығын U1 деп белгілейік те, екінші дененің жылдамдығын U2 деп белгілейік. Бұл біздің бірінші теңдеу болсын. Серпім дене үшін аралған. Енді массалар Е1-ді бір жаққа жинақтайық. В1 минус Е2 U2 тең болады. Е2 U2 минус Е2 В2. Екінші не жерде Е1 және солай жинақтайды деп айттық қой. Сонымен не жерде Е1 U1 массаларын жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда В1 минус U1 тең болады. Е2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Бізде U2 минус V2 болды. Енді балар осы денеге энергия сақталу заңын жазайық. Яғни әсерлеспей тұрған кездегі толық энергия әсерлескеннен кейін толық энергияға тең энергиялар қосындысы. Сонымен бірінші дененің энергиясын жазайық. Кинетикалық энергиясын Е1 В1-дің квадраты бөлінген 2 қосу Е2 В2-ның квадраты бөлінген 2. Бұл әсерлеспей тұрған кездегі денелердің толық энергиясы, әсерлескеннен кейінгі олардың жылдамдығы бөлек болады. Е1 U1-дің квадраты бөлінген 2 қосу Е2 U2-ның квадраты бөлінген 2. Бұл энергияның сақталу заңы тұйықталған жүйеге арналған ғой. Екілерін қысқартып жіберейік. Ықшамдайық. Енді балар массасы Е1-ді бір жаққа тең сол жағына шығарайық. Е1 В1-дің квадраты минус Е1 U1-дің квадраты тең болады. Е2 U2-ның квадраты минус Е2 В2-ның квадраты. Массаны жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Массаларын Е1 В1-дің квадраты минус U1-дің квадраты тең болады. Е2 U2-ның
квадраты минус v2-нің квадраты 6. Енді балар 6-ны 3-ке бөлек жазып қояйық балар. 6-ны 3-ке бөлеміз, бөлейік. Сонымен ең бір v1-дің квадраты минус u1-дің квадраты бөлінген ең бір v1 минус u1 тең болады m2 u2-нің квадраты минус v2 балар. v2-нің квадраты v2 бөлінген m2 u2-нің квадраты минус квадрат емес бұл жерде u2 минус v2. Балар а квадрат минус в квадрат а минус в а плюс в. Сонда бізде плюс ғана қалады екен. Оны енді өте жақсы көреміз. Өте қарапайым формула ғой. Сонымен v1 плюс u1 тең болады u2 плюс v2 қалды. Тек қана плюстер ғана қалды. Осы жерден u2-ні өрнекеп шығарып алайықшы балар. u2 тең болады v1 плюс u1 минус v2 қалды. 9-ды бірге қойық деп жазайық балар. 9-ды ең бірінші аксиомалық серпімді денеге арналған импульс сақталуын жаздық қой, соған қойық. 9-ды бірге қоямыз. Сонымен ең бір v1 плюс m2 v2 тең болады ең бір u1 плюс m2 u2-ні орнына қоямыз енді міне. m2 v1 плюс u1 минус v2. Енді жақсы анасы жүрек. ең бір v1 плюс m2 v2 тең болады ең бір u1 плюс m2 v1 плюс m2 u1 минус m2 v2. 11. Біздің u1-ларымыз қайда? u1 міне тұр. Енді осы жерден u1-ді өрнектеп шығарып аламыз ғой балар. u1. Қалған теңді сол жағына жинақтайық. ең бір v1 плюс m2 v2 минус m2 v1 плюс m2 v2 тең болады. u1 жақсан сыртына шығарып жіберейік. Бірден балар ең бір плюс m2. Бұл біздің 12 теңдеу болсын. Ұқсас мүше тұр. Екен қосы салады. Нардан v1 жақсан сыртына шығарып жіберейік балар. v1 сонда ең бір минус m2 плюс 2 m2 v2 тең болады u1 ең бір плюс m2. Осы жерден u1-ді өрнектеп шығарып алуға болады. Бірақ белгісіз қалды балар. Өте жақсы болды, иә. Сонымен v1 ең бір минус m2 плюс 2 m2 v2 бөлінген ең бір плюс m2. Бұл біздің 14-ші теңдеу. Орнына қойып шығара салайық балар. u1 тең болады v1-іміз 3 метр секунд. 3 метр секунд. Бізде 2 килограмм минус 8 килограмм плюс 2 көтілген 8 килограмм көтілген 1 метр секунд. 10 килограмм бірден жазсырайық. 10 килограмм тең болады. Килограмм
килограмм қысқарды метр секунд қалды. Қорытып шығарған формуламыз дұрыс деген сөз сонда. Бірлік шықты метр бөлінген секунд. Енді 6 жерде 3-ім 18, 2 жерсем 16, 3. Сонда бізде 8-ді 2-ден 8 аламыз 6, 6 жерде 3-ім 18, минус 18. 18-ден 16-ны алып тастаймыз. Минус 2, ол бөлеміз, минус 0,2 болды. U1 тең болады минус 0,2 метр секунд. Балар біз сұлбада дұрыс жазған екенбіз. Ол әсер еткеннен кейін бірінші шарымыз кейін қайтады екен. Енді U2-ні таба салайық. U2-ні біз және U2-ні таптық емес пе балар? U2 нешінші теңдеуден? U2 тоғызыншы теңдеуден. V1 плюс U1 минус V2. V1 плюс U1 минус V2. V1-іміз біздің 3 метр секунд плюс U1-іміз плюс болады, минус болады оның жерде. Қайтадан. Минус қой. Минус 0,2 метр секунд минус V2-іміз бізде 1 метр секунд. 1 метр секунд. Сонда 1,2-ден 3-тен 1,2 алса 1,8. 1,8 метр секунд. U2 тең болады 1,8 метр секунд. Сонымен жауабын жазып қояйық балар. Жауабы екеуі бірігіп бізде 1,4 метр абсолют серпін денеде. U тең болады 1,4 метр секунд. Одан кейін ал біздің бірінші денеміз кері серпіліп қайтады екен, ол U1 минус 0,2 метр секунд. Ал екінші денеміз өз жылдамдығын арқарда жалғастырып жүре береді екен, бірақ жылдамдық азаяды екен. Өйткені импульс әсерлесті ғой. 1,8 метр секунд. Керісінше импульс 6, оныкі артты. Басында 1 метр секунд болатын. Және әсерлескеннен кейін 1,8 метр секунд болды. Осымен балар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.